Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Күлкі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қалай күлген? Және де исламда күлкінің қандай түрлері бар? Қандай күлкіге тыйым салынған? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның күлкісі жайында имам Науауи рахимахуллах өзінің Сахих Муслимге жазған шархында осы төрт түрге бөледі. Табассум, дохика, қах-қах және сухрия. Осы төрт түрге бөлген болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрдайым жымиып жүретін. Бұл жайында Абдулла ибн Харистен жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жайында ма раайту ахадан аксара табассуман мин расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Яғни мен ешкімді көрмедім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан көп жымиятын деп өзінің хадисінде баян еткен болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрдайым айналасына мейірім, қуаныш, шаттық сыйлап жүретін. Және де пайғамбарымыз да мұсылманның мұсылманға қарап жымиюы, мұсылманның мұсылманға қарап күлуі, ол да бір садақа деп өзінің хадисінде айтқан болатын. Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сұрайды екен: "О Алланың елшісі, сіз бізбен әзілдесесіз бе?" деп сұраған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Иә, мен сендермен әзілдесемін, бірақ тек қана шындықпен" деп жауап беріп, және артынша жымиып, жеңіл түрде күлген екен. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жымиып, жеңіл түрде күлуді тыймаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тыйым салған күлкі. Ол қандай күлкі? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қарқылдап күлуді, қатты күлуді, және де ұзақ күлуді, көп күлуді тыйым салған екен. Ол жайында Ибн Мажадан жеткен хадисте көп күлу жүректі қарайтады деп жеткізеді. Яғни қарқылдап күлу, көп күлу мұсылманға жат қылық екен. Осы бір күлкі адамды иманның әлсіреуіне, құлшылықтарының бекем болмауына, және де ақыретінің ұмытып, жүрегінің иманның әлсіреуіне басты себеп болуы мүмкін екен. Келесі тыйым салынған тағы бір күлкі сухрия. Бұл жайында Алла Тағала Құран кәрімде: "Астаизу билля, я айюхаллазина аману ла ясхар қауман мин қаумин". Яғни, иман келтіргендер, қандайда бір қауым келесі бір қауымның үстінен келемеждемесін, мазақтамасын, күлмесін деп келтіреді. Яғни сухрия дегеніміз келесі қандайда бір мұсылманның үстінен, қандайда бір пенденің үстінен келемеждемеу, келемеждеп күлмеу жайында айтылады. Бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тыйым салған күлкі. Исламда адамдардың үстінен келемеждемеуді, және де олардың үстінен күлмеуді, мазақтамауды насихат етеді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жер бетіне ақлақты, көркем мінезді толықтыруға жіберілген болатын. Ол әрдайым бізге сөзіменен, өзінің ісіменен үлгі болатын. Сондай-ақ ол барлық жәбір көрушілердің де қорғаны болатын. Сол себепті де қандайда бір пенденің үстінен, қандайда бір адамның үстінен келемеждемеуді, күлуді, оның үстінен мазақтауды пайғамбарымыз тыйым салған болатын. Осы бір төрт күлкінің екеуі тыйым салынған болса, екеуі рұқсат етілген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрбір өзінің амалында, ісінде, сөзінде бізге үлгі болатын. Осы көркем мінезіне ұқсап бағуға тырысатын мұсылмандардың қатарынан болуды нәсіп етсін. Осы естіген, білген уағыз насихатымызға амал етуді Алла Тағала нәсіп етсін. Алхамдулиллахи раббил аламин.